carrusel. Vamos a disfrutarla. La vida es un carrusel. La vida es un Main event оқиғалары орын алады. Және менің жанымда бүгін жеңіске жеткен грэпплинг ережесімен осы алғаш прайд лигасының басты жұлдызы Мұхаммед Резвон Қақоров пен грэпплинг ережесі бойынша белдесу өткізіп жеңіске жеткен Марсел Нұрламбекұлы. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмат, брат, адышы. Марсел, осы жеңістен кейінгі әсеріңіз және адам Кипишпен белдесу өткізетін кезде өзіңіздің жеңіске жететініңізге 100% сенімді болдыңыз ба? Өзім, конечно, мен өзім грэпплерім 100% болды. Башында кішіне білдім. Неге дегенде ал вольникта. По-любому вольникта күресіп жүрген. Бір-екі проход кірді, бірақ вообще шанс беру. Менде спортивный IQ жақшырақ, чем Кипишке қарағандачы. Бірақ Мұхаммед Резвонның бірнеше рет арқаға өтіп кетіп, бірнеше рет арқадан қалқындыру әдісін жасауға тырысқанын көрдік. Бұл енді тосыннан болды. Көпшілік күтпеді мұндай Кипиштің тарапынан. Мен атайын шанс бердім. Неге дегенде зрелищный болсын деп. Если қаласаңар дағын шығарғыла, бірінші раундта нокаут түсіріп беремін ММА-дан. Тамаша. Бірақ Мұхаммед Резвон айқастан кейін бірден қолын ала жүгірді саған қарсы. Мұнда енді екеуара ренж бар ма бір-біріне деген жеке көзқарастар бар ма сондай? Ренжиш менде жоқ, мен ешқашан біреуге қапы болмаймын. Неге дегенде мен еркекпін, қапы болмаймын. Алмаға кішіне қапы болғандай болып, кейін дағын келіп раздевалкаға кішіне ызылдаштық. Конечно, эмоция бар. Эмоция менен болып тұрады. Нормально, бұны көтереміз біз. Ары қарай Мұхаммед Резвон мен Марселдің арасында ММА ережесі бойынша жекпе-жек өтуі мүмкін бе? Да, ММА-дан интересный болушы мүмкін. Неге дегенде Кипиш последний бойында жақсы бой көрсөттү. Жақсы интересный. Неге дегенде Кипиш уже стойкасынан қойып қалып тұр. Ошол себептен менің тренерім дагы айтат. Егер Кипиш менен урушсаң, даярдан урушуң керек. Последний время уже жақсы урушуп қалды деп. Егер экөөбүз урушсак, егер Алаш Прайдка, Алимжан агага интересный болсо, БМФ поисқа қойса, мен ойлаймын, өте интересный болады. И защитаға дағын маға жақсы мынандай соперниктерді алып берсе, ушқанға даярмын. Тамаша. Жалпы бұған дейін де айтқаның есімізде, саған грэпплингтен гөрі ММА жұдырықтасу көбірек жүрегіңе жақын. Яғни тік тұрып жұдырықтасу саған көбірек ұнамды жекпе-жек өрнегі. Алдағы уақытта ММА жұдырықтасу бойынша да жекпе-жектер жоспарда бар ма? Да, мен негізі грэпплингке қарағанда кулачка, либо бокс, либо ММА-да ұрышқан жағат. Неге дегенде зрелищный. Грэпплинг кішіне мындай. Азыр біз Кипиш менен күрөшкөнбүз, кішіне вольник стилинде болду. А так таза грэпплинг күрөшсө жатып скучный болот. Ошол себептен мен ММА-дан и кулачкадан чыккым келет. Бирок грэпплингтен дагы easy money, брат, просто. Тамаша. ММА бойынша сенің соңғы жекпе-жегің 1,5 жыл бұрын өтті. Да. Оның алғашқысы хардкорға, мотиваторға қарсы Әнуарбек. Одан кейін Октагон лигасында өтті. Октагондо. Последний бой Октагонда уруштум. Бир жуманын ичинде 2 бой уруштум. Хардкорда и сразу Октагонда уруштум. Осы тұрғыда жалпы ММА-ға қатты бір дайындалмайтын секілдісің. Әлде бұл жай ғана тәуекел болды ма? Жоқ, ММА-ға егер бой берсе уже даярданып баштайм. Азыр кучурда прилагать етіп атчат, ММА-дан Марсел булында уруш, анда уруш. И пока что караштырып атабыз. Бирок мен жанагы контракт менен уруш элекмин бирдан лигада. Долгосрочный. Бирок Октагондо, хардкордо көптөгөн чоң лигаларда уруштум, бирок контракт менен эмес, одиночный бойлордо только. И хардкордо 3 бой, Октагондо 4 бой уруштум, бирок одиночный. И не только ал, ММА серияда уруштум, көптөгөн Fight Night'та урушкам, бирден контрактта урушкам только. Енді өзің келісім шартқа отырмаймын деп айтып отырсың, бірақ соның өзінде кез келген лига титулдың кез келген адамның қолында кетіп қалғанын қаламайды. Яғни ұзақ мерзімді. Жоқ, егер мисалы Кипиш менен БМФ-ке койсо, мен защитасына кошо кол коем да. Неге дегенде любой лига жөндөн-жөн бербейт да, поястучу. И защита кылыш керек аны. И ошол себептен эгер Алимжан ага менен сүйлөшсөк, пояска и защитага болот. 2 бойго. Бір қызығы Марселдің ММА рекорды өте үлкен, 14-1. 14-0. 14-0, бұл жекпе-жектердің барлығын қайда өткізді Марсел, және қалай мұндай рекордқа қол жеткізді? Жалпы мұндай рекорды бар жауынгерлер көбінде UFC-де төбелесіп жүреді. Мен өзім негізі рекордқа қызықпаймын. Рекорд мен азыркы учурда көбүнчө финансовый жактан акчага көбүрөөк неметкем. И рекордым мен ошонун айынан эле болгон. Мисалы 7 бойду хардкор менен Октагондо өткөзүп салдым. И ага чейин ММА серияда уруштум, Fight Night'та уруштум.
ошо жалаң ушундай эле лигаларда учтум. И мен азыркы учурда менден утулгандар бирөөсү эрсинин гран-присин утту. И азыр действующий чемпион, ММА сериянын чемпионуна мен биринчи раундда уктатып койгом. И анын рекорду 13-2. И ал бир тажик бала утулган, и менден утулган. И ал утулган баланы да мен утуп койгом. Жума Давлат Маматов деп. Короче, менден утулгандар уже көп лигалардын чемпиондору. Чемпиону болуп жүр, Жума Давлат Маматов уже эйсейде урушуп жүрөт. Марселди медиа жауынгер деп таануу кате эмес пе негизи? Жок, ким кандай кааласа ошондой таанысын. Каалагандар профессиональный дейсиң, каалагандар медиа дейсиң. Как хочешь. Неге Марсель UFC'де немесе одан да үлкен PFL секилди халкаралык деңгейдеги лигаларды таңдамайт? Ол жакта $1 миллион дейин бәске салынып жатат. Жок, $1 миллион дерин болуп атат, бирок биринчи бойлор аз болуп атат. Мен 10 FC'ге и ошондой эле ошо PFL көптөгөн лигалардын менеджерлерим жада калса GSK деген лига бар, Кытайда чоң лига экен. И бардыгы контракт берди. Мындай GSK'ге дагы айтты, Марсель кел, бир бойго деп. И еще алар да мындай полный условиясы жакшы экен. И мен пока что азыр даяр эмес. Мен өзүм билем да кайсы убакта даяр болом, и ошондо чыгам сразу. Тамаша. Енді ММА жайлы